Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен майсөк жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Өте жұмсақ әрі дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге тары қажет болады. Осындай кішкене кесемен әзірледім. Күнделікті жегенге аз жасап қойсаңыздар болады. Тарымызды тазалап бірінші жуып аламыз. Шаңы кетуі үшін 3-4 мәрте жуамыз. Кейіннен тарымыздың үстіне қайнаған су құйып, тағы бір шайып аламыз. Сосын тарымызға қайнаған суды құйып, беттің қақпағын жауып, 20 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Кейбір кісілер сүтпен жасап жатады, мен қайнаған суға бұқтырдым. 20 минут уақытымыз өтті, тарымызды құрғақ сүлгіге кептіретін боламыз. Суы сырғуы үшін сүлгіге жұқа етіп жаямыз. Осылай бір 5-10 минут суы кебуі қажет. 5-10 минут уақытымыз өтті. Енді таза сүлгімізден ыдысымызға тарымызды салатын боламыз. Және де бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Мен 82,5% сары майды қолдандым. Міне сүлгіміз су болып шықты. Қантты қалауыңызша саламыз. Мен 3 қасық салдым. 2 қасық немесе 4 қасық салсаңыздар болады. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Тарымыз бір келкі майға араласуы қажет. Осылайша жасап, алдағы оразада үйдегі адамдарға жасап берсеңіздер болады. Және де жасалған тарыны тоңазытқышта сақтамаңыздар, бөлме температурасында шкафта сақтасаңыздар болады. Дайын болған тарымызды кесеге салып, формаға келтіріп, әдемі етіп ұсынсаңыздар болады. Майсөгіміз